Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге дәметкен. Бүгін 3 түрлі пицца рецептісімен бөлісемін. Пепперони, тартылған ет және маргарита. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Рахмет. Қамырын дайындау үшін жылы су, сүт, тұз, қант, дрожжи салып араластырамыз. Күнбағыс май және ұн қосып, қамырын дайындаймыз. Жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Соусын дайындау үшін табаға соус сацебели, 2 ас қасық қант, орегано қосып араластырамыз және де суы тартылғанша дейін 15 минуттай қайнатамыз. Қызып тұрған табаға пияз, тартылған ет салып, дәміне қарай тұз және бір бұрыш салып 5 минуттай қуырамыз. Менің формның диаметрі 30 см. 300 грамм қамыр қолдандым. Соны жақсылап жайып шығамыз. Бетіне соусты жағып шығып, мен моцарелла сырын қолдандым. 45%-дан жоғары болғаны дұрыс. Бірінші пепперони пиццасын дайындаймыз. Колбасаны турап, пиццаның бетіне қойып шығамыз. 250 градуста қызып тұрған пешке 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Екінші пиццамызды дайындаймыз. 2 ас қасық соус, сыры салып, бетіне тартылған етті салып, 250 градуста қызып тұрған пешке 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Үшінші пиццамыз ол маргарита. Соусымызды жағып, сыр салып, бетіне помидорды қойып шығамыз. 250 градуста қызып тұрған пешке 5-6 минутқа қойып қоямыз. Пиццаның 3 түрі дайын. Рецепт ұнаса, лүпіл басып, тіркеліп, келесі видео рецепті жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер.